Сәлем достар, сіздермен бірге тағы да Зак KZ. Бүгін мен андроидта шапканы қалай жасау керектігін көрсетемін. Және аватарканы қалай жасау керектігін. Міне ол үшін мына программа керек. Pixar деген программа керек. Міне осы программаны аламыз. Качествосы 2560 және 1440 болу керек видеоның. Міне плюсті басамыз, мына тұрған плюс бар ғой. Енді осы жерден видеоны таңдаймыз. Ұнаған видео емес, ұнаған сурет таңдаймыз. Мына суретті таңдадық. Мына жерде мынада тұр ма işte қазір өткізіп отыр. Қосылды. Мына жерде көптеген эффект дегендер бар, текст деген бар. Бірінші тексттен бастаймыз. Ашты платный тексттер бар. Бұны сатып аласыңдар. Қазір маған мына шрифт ұнайды. Осы жерге жазайық. Зак KZ. Мына жерден көптеген түстер таңдауға болады. Мен мына қызыл таңдаймын. Мына қызыл түсіне қалды. Зак KZ қосылып отырмын. Мына осы жерге былай қойып қоймыз. Зак KZ болды. Өздерің қалағандарынша қойып алыңдар және онысы көптеген эффекттермен іздеңдер. Мына жерде соңғы блик деген бар. Қазір маған морской пена қандай болып тұр. Мына осыны қылды морской пена. Қазір бликпен қосып көрейін. Мына жерде блик деген бар. Мына эффект сияқты, монтаж сияқты көрініп тұрады бликті. Мына жасылды, мына көкті осылай жасылды қойып бұла. Мына қазір көкті осылай, мына осылай. Қатты осы жерден басып. Кішкене азайтып жіберейін. Мына осылай болсын. Осылай Зак KZ тіпті. Міне граница деген бар екен, клип-арт деген бар екен, наклейка, рамка, выноска, магазин деп тұр. Міне осылай, мына кнопканы басасыңдар. Мына жерге папка қажайсың ақтайтындарын. Мына жерге JPEG форматтар, мына жерге Panayak JPEG деп тұр. Сақтадым мен ақ суретті. Енді осы приложениедан шығайық. Запуск отыр менде қазір. Экранның запускысы отыр. Мына галереяны қосып көрейік. Осы жерде болуы мүмкін. Міне мен осы жаңағы істеген суретім. Және ғана ютубтағы суретім мұны. Сендерге осы видео ұнаса лайк басыңдар, каналыма жазыңдар, коммент жазыңдар. Ендерім болған Зак KZ каналы. Келескенше достар, сау болыңдар.